Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте жұмсақ, дәмді әрі оңай пиццаның қамырын дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жарты литр айранды құямыз. 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және де 6 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Ас содасы біздің қамырымызды өте үлпілдеген әрі нәзік қылдыруға көмектеседі. Шамамен 650-700 грамм ұнды електен өткізіп отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұнды шамадан тыс көп қоспаңыздар, қамырыңыз қатайып кететін болады. Бізде осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр иленіп дайын болды. Бетін жауып 20 минут жылы жерде қалдырамыз. Мен бүгін өте оңай әрі жеңіл дайындалатын маргарита пиццасын дайындайтын боламын. Оның салмасын дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм қатты ірімшікті үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Қызанақты өзімізге ұнайтын формада кесіп аламыз. Пиццаның тұздығын дайындаймыз. Ол үшін мен көз мөлшермен жақсы сападағы кетчуп пен майонезді араластырдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсақтап турап сарымсақ қоссаңыздар да болады. Біздің дайын болған қамырымыздан шамамен 3 пицца шығады. Қамырды шамамен 1/3 бөлікке бөліп, домалатып жаюға дайындап аламыз. Диаметр шамамен 32 см болатындай жұқа етіп дөңгелетіп қамырымызды жайып аламыз. Противенге жақсы сападағы пергамент қағазын төсеп, қамырымызды саламыз. Қамырдың бетіне дайын тұрған тұздығымызды бір келкетіп жағып шығамыз. Пиццамызға дайын тұрған қызанағымызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пиццамызды пісіріп алатын боламыз. 20 минуттан кейін пиццамызды алып бетіне ірімшікті саламыз. Және де пешке тағы да 3 минутқа қойып аламыз. Достар, сіздер пиццаның салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі жасасаңыздар болады. Біздің пиццамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Менің арнамнан пиццаның қамырының әртүрлі рецептісін таба аласыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кеттіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.